дәл қазір Бабур қызық болып тұр маған. Бабур өте мықты жігіт, бірақ оны қалай ұтып алуға болатынын білемін мен, достар. Xudo xolasa mana shu erka bilan bilan tez oylarda o'zimiz bo'lib turib, o'zimizga bir o'zimizliklarni asla unga ko'ra patishlik qilish kerak unga, nima bo'ladi? Мына шортымда UFC деген жазу тұрады. Сол кезде көреміз кім күлетінін. Иә, достар, біздің Еркебұлан Тоқтар енді біздің өзбек бауырымыз Бабурмен шықпақшы. Жекпе-жек Өзбекстанда өтуі мүмкін. Не болады, кім не деп жатыр, барлығы осы бейнеде болады. Оған қоса Еркебұлан Тоқтар UFC-ге кіргісі келіп жүр. Сонымен барлық қызықтар тек біздің арнада. Арнаға тіркелуді ұмытпаңдар, ал біз төбелес арнасы бастаймыз. Еркебұлан қумаш дейді да, адамдар таста қайдағы UFC дейді. Чо, ё-май, олар үшін фантастикада ол UFC деген. Миында шектеу бар да олардың. Мен миымда шектеу жоқ, достар. Мен үшін, сендер үшін UFC фантастика, ё-май болса, мен үшін мына тұрған жерде, мен миым үшін Голливудта мына тұрған жерде. Еңбектену керек просто. Соған жету керек. А сен миында шектеу, ты чо, қойшы, таста. Жетпейсің сен никогда. А миыңдағы шектеуден бастау керек. Соны алып тастасаң, арғай тренировка істейсің, еңбектенесің, жетесің. Осыдан 3,5 жыл бұрын ММА-ды бастағанда бүкіл халық күлді да мағаншы. Клоунсың ғой сен, не бар саған? Мен жетіскенімнен төбелесті бастады деп ойлады ма? Мен көтінен қарыздарым ағып, кредитқа кіріп кеткен, бүкіл семьям кредитта, ақша жоқтықтан бастағанымды білмеді да олар. И күлді. Мен жетісіп әшейін для прикола шығып жүр деп ойлады. И қазір UFC деген әңгімені естіп, тоже күліп жатыр да, мен коммент оқимын ғой, адамдар не жазып жатқанын қараймын. Соларға айтарым, күліп алыңдар. Смеется тот, кто смеется последний. Кім соңғы күледі? Мен бір күн тұрам. Бұйырса мен бір күн тұрам сол жерде. Мына шортымда UFC деген жазу тұрады. Сол кезде көреміз кім күлетінін. Наконец-то анау Әділхон Сатурн деген клоундардан құтылдық-ау, өйткені өзбек ағайындар мен уже өзінің достойный спортсмендермен салыстырып жатыр да. Шоқасанмен қойып қойыпты алдында, екеуі төбелессе қалай болады екен деп. Бабурмен көріп қалдым, Али Худжаевпен көріп қалдым. Бұл жігіттердің жаңа клоундардан разницасы, бұлар трэш-ток істейді, сөйлейді, бірақ төбелеске келгенде, бойға келгенде шығады да. Аналар құсап шықпай қойып, дайын емеспін, айбай аяғыма ұрады, отравлением туда-сюда демейді да. Бұлар істейді. Өйткені тренировка істейді, бұлар формада, уверенный балалар да. И бұлармен сыйластықпен шығып төбелесіп шығуға болады да, достойный төбелесіп шығуға болады. Голд та енді, Голд достойный бала негізі. Бірақ оның уровені енді төмендеу енді, шынына келгенде, бұлай көзді ашып қарайтын болсақ, дәл қазір Бабур қызық болып тұр маған. Бабур өте мықты жігіт, бірақ оны қалай ұтып алуға болатынын білемін мен, достар. Өзіміз болып тұрып, өзімізге бір өзімізliklarni asla unga ko'ra patishlik qilish kerak unga, nima bo'ladi? Xudo xolasa mana shu erka bilan tez oylarda, tez yillarda dekabrga deyildimi? Xudo xolasa dekabrda Xumarin O'zbekistonda bo'ladi. Toshkent Xumarinda bo'ladi. Kamar haqiqiy jang, haqiqiy rezultat kamar o'zimizda qoladi. В общем, мына фиксаторды алтапта вообще шешпей жүру керек екен ғой, мен оказывается. Мен арасында душқа түскенде шешіп қоятын. Мысалы, түнде ұйықтағанда түсіп қалады. Бұл түсіп қалса, сен алтаптан басынан басталады екен. Өйткені мынау саусақ қайт майысып қалады да. И мына связка, жалғанып атқан связка қайттан жыртылып кетеді екен. В общем, мына фиксатор деген жүру невозможно. Енді басқа бірдеңе операцияма бірдеңе істей салмаймын. Өйткені мынаны қарасаң болмайды. Кеше мысалы рекламада былай бүйтіп ұстап тұрған кадр, жіберетін кадр болды да. Бір затты бүйтіп жіберейін десем, мынау ашылмайды да, короче. И басқа қолын түсіреміз ба, не істейміз деген әңгімелер болып қалды да. Жауым болып қалдым, короче, қисыққа ұзаққа. Мынаны қарасаң болмайды мынау. Енді жарайды, актер болмасам, ладно да, жүре беретінім. Просто актер болғаннан кейін мынау саусақ түзу болу керек та. Прикинь, Том Хардидің да саусақ қисық екен. Тура осы оң қол мизиншігі жабылған, ашылмай қалған ғой. Қандай киноларға түсіп жүр. Қандай мықты актер, саусағына қарап атқан жоқ ешкім. Тура сондай болатын және мен қайда Том Харди қайда енді салыстырып атқан жоқпын. Просто дух беріп жіберді да маған Том Харди. Қисық саусағың үшін сені алмайды емес сен. Бет ауыз қисықтарда жүр ғой кинода. Саусақ, в общем, шешіп тастаймын. Емделсе емделді, емделмесе мен де Том Харди қысап бүйтіп жүрмін, короче. Саусағыңызды көрсетіңізші. Ашылмады ма? Ашылмады мен. Ашылады ма? Ашылды. Ана шешіп тастайтын болдым, короче. Ешіп жүре беремін. Үйге бізді бірдей болады.
Саған арналады бауырым осы сторис. Мә саған тағы саусақ жырғылам осы. Үйге постоянно кеш келем ғой енді. И кешігіп келем, жалғыз өзім тамақ ішемін да. Мына столды мысалы. Стол жаяды. Мамам, либо інімнің әйелі бар, келін сол стол жайып қойып жасап қояды да. И сол кезде кішкене ұялып қаламын да, короче. Өйткені өзімнің әйелім өйстіп стол жасап күтіп алатын возрастта болып, мамамды, інім әйелін напрягать еткен сияқты боламын да. Кер жоқ, өзім істей саламын. Деймін олар, жоқ. Сонда осындай кездерде ойнап қаласында үйленіп алу керек па деп, сосын қойшы асығып үйленіп алып, одан кейін ойбай, Еркебұлан Тоқтар өз жұбайымен ажырасуда деген. Құдай сақтасын. Нұргизет. Сол үшін мен көбіне көшеден жеп көремін да, ресторанға барасың, үйге бармай тұрып, тамағын жеп аласың. Потому что түннің бір уақытында келесің, кухняға тықырлатып, бірдеңе істеп жатасың, мамаң түседі, либо келінің түседі, тамақ істеп берейін. Жоқ, керек жоқ, маған қажет тұрған айтасаңыз болды. Бек қоясың, олар жоқ, салып бер. Бір жас бала ұқсап тұрасың сол жерде. Бесхозный дейсің ғой, короче, бесхозный. Салып бермейді, істеп бермейді емес, тамақ жоқ емес, бәрі бар ғой, просто түннің бір уақытында адамдарды напрягать еткім келмейді да. Біз сияқтылар көп екен, уже жазып жатыр маған. Біз сияқты вовремя системаға кіріп кетпегендер көп екенбіз біз. Больной жерінен ұрып жатыр. Одинокий қасқырлардың. Бірден екі аял алды, сенсация жасай, қазақтың тарихында бірден екі аял алған деген. Данное время бір-бірімен келсетті, бірден екі аял аласың да. Кайф қойды. Екі подружканы бірден аласың. Ал енді сендер не ойлайсыңдар? Еркебұлан Тоқтар Бабурды жеңе ала ма? UFC-ге кіре ала ма? Gold, Сатурн, Адилхон дегендерді оңай жеңе ала ма? Комментарияға өз ойларыңды жазып кетіңдер. Ал сендермен болған төбелес арнасы, арнаға тіркелуді ұмытпаңдар. Қош аман, сау болыңдар. Осыдан 3,5 жыл бұрын ММА-ды бастағанда бүкіл халық күлді да мағаншы. Клоунсың ғой сен, не бар саған? Мен жетіскеннен төбелесті бастады деп ойлады ма? Мен көтінен қарыздарым ағып, кредитқа кіріп кеткен, бүкіл семьям кредитта, ақша жоқтықтан бастағанымды білмеді да олар. И күлді. Мен жетісіп әшейін для прикола шығып жүр деп ойлады. И қазір UFC деген әңгімені естіп, тоже күліп жатыр да адамдар. Мен коммент оқимын ғой, адамдар не жазып жатқанын қараймын. Соларға айтарым, күліп алыңдар. Смеется тот, кто смеется последний. Кім соңғы күледі? Мен бір күн тұрам. Бұйырса мен бір күн тұрам сол жерде. Мына шортымда UFC деген жазу тұрады. Сол кезде көреміз кім күлетінін.